саламатсыздар, қайырлы таң. Көңіл күйлеріңіз қалай сіздердің? Керемет, тамаша. 9 желтоқсан, Джо Диспензаның өмірбаяны. Джо Диспенза родился в 1962 году, 22 марта. Он профессор нейрохимии и нейробиологии, руководитель клиники интегративной медицины, автор уникальной программы трансформации жизни, автор мировых бестселлеров по развитию мозга и тела. Он выступает мастер-классами в 26 странах, 5 континентах. Он обучил тысячи людей, как перенастроить свой мозг и улучшить свое здоровье и тело. Он за 2 месяца вылечил свой сломанный мозг. И как он сделал это? Благодаря медитации сделал. И как он это сделал? Қазір біздің жасап жатырған медитациямыз ол ең бастапқы медитация. Видеомда айтып кеткендей, медитация 100% адамда жұмыс жасайды. Бірақ 100% адам 95% медитациямен жұмыс жасамайды деп айтады. Неге дегенде олар шоғырлана алмайды. Барлық назарын бір жерге шоғырландыра алмайды. Не сонымен жұмыс жасап жатырмыз? Сонымен жұмыс жасаңыздар. Қасыңызда біреу жүр ма? Таңертең ұйықтап тұрдыңыз, бірден медитация жасауға кірісіп кетіңіздер. Біреу жүр ма? Біреу бірдеңе деп сөйлеп жатыр ма? Ол сізге әсерін бермеу керек. Сіз күнделікті таңертең кешке медитация жасайтын болсаңыздар, күнделікті саты-сатысымен жасайтын болсаңыздар, міне сол кезде ғана концентрацияға, бір жерге шоғырлануға, назарыңызды бір жерге шоғырлануға жетесіздер. Не бастап өтсеңіздер, үйреніп алсаңыздар, сырттан кім сөйлеп жатырса да, кім не деп жатырса да, денеңізде ойыңыздан шығып бір жерге елестетіп, керемет өтсеңіздер. Қараңыздар, мына теңізде тұрғандай, кеңістікте, мысалы бір өзіңіздің жақсы көретін жеріңізде тұрғандай солай елестетіп, және өте кеңістікте үлкен болып, басыңыздан аяғыңызға дейін